Ішкі және келу туризмін дамыту мемлекеттік саясаттың басымды бағыттарының бірі. Қазақстанда жергілікті туристік ортаның имиджін қалыптастыру және тартымдылығын арттыру бойынша қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шымкентте қала туризмін дамытып, бизнес ортаны нығайтатын Шымкент туризм центр туристік ақпараттық орталығы құрылды. Орталық ішкі туризмді дамытумен бірге Шымкент қаласы бойынша туристік нысандарды отандық және шетелдік нарықта насихаттауға ықпал ететін болады. Сол концепциямызға және орай біздің жоспарлағанымыз 2025 жылға дейін Шымкент қаласына 1 миллион турист келуге тиісті. Мына пандемияға байланысты енді біздің көп жоспарларымыз іске аспай қалды, бірақ оған қарамастан өздеріңіз енді естіп жатсыздар, қазір Flyers компаниясымен өте жақсы жұмыс өткіздік. Шымкент қаласын тікелей әуе жолымен байланыстырдық, жаңағы 8 қаланы, облыс орталықтарын. Соның Flyers компаниясымен бірлесіп, сол қалалардан Өскемен, Қостанай, Қарағанды деген сияқты Ақтөбе, сол қалалардан жаңағы журналистерді әкеліп осы жерге пресс-тур жасатып біздің объектілерді. Оның сыртында біздің енді ең үлкен сондай бір якорлық жобамыз дейді ғой, якорлық жобамыз мынау біздің ескі қалашық. Ескі қалашықта қазір ол енді ЮНЕСКО-ның тізіміне кірді. Біздің мынау сосын мынау біздің Евразиялық одақ бар ғой, жаңағы экономикалық одақ. Сол одақтың ішіндегі 1000 туристік объекттің ішіне оны да кірді, оның сертификатын алдық. Бұл жұмысты, бұл ескі қалашық бойынша біз ары қарай жұмысты жалғастыра береміз. Дәл қазір осы ескі қалашық бойынша біз соның туризм әлеуетін арттыру үшін концепциясын жасап жатырмыз. Осы желтоқсан айында концепцияны қабылдауымыз керек. Сол концепцияда жазылғандай, сол қалашықтың айналасындағы ескі қалашық 85 гектар қамтитын аймақты біз сол ескі қалашықтың ескі қалашыққа тән дамытуымыз керек. Ол жерде жаңағы салынатын ғимараттардың биіктігіне, олардың сыртын сыртындағы түстеріне, мысал үшін қызыл түс, сары түс жасауға болмайды деген сияқты, сол терезелеріне, сосын олардың шатырларының қандай болуы керегі, сосын ол жерде кейбір көшелер таза жаяу жүргіншілерге арналған көшелер болады, көлік жүрмейтін көшелер. Сондай концепцияны жасап жатырмыз. Біздің концепциямыз туризмді дамытудағы біз мынау наурыз Шымкенттен басталады деген сондай ұранмен, өйткені шынында да Шымкенттен басталды. Ауа райы бізде сол 20 наурыздар кезінде өте күн жылы болады. Басқа біздің облыстарда қар ермей жатқан кезде бізде уже күн жылы болып, сондықтан сол кездерде өздеріңіз білесіздер, үлкен балалардың да демалысы, мектеп бітірген кезде сонда бір 7-8 күндей демалыс. Осы 7-8 күнді барынша әртүрлі іс-шаралармен толықтыру. Сол кезде біздің солтүстік облыстағы біздің Қазақстан тұрғындары, осы оңтүстік Қазақстаннан Шымкент қаласына шыққан тұрғындар келуіне мүмкіндік жасау. Жалпы негізгі сол біздің концепциямыздың біздің басымдық беретініміз бұл ішкі туризмді дамыту. Сонымен қатар Шымкентте қоғамдық көліктерге электронды билеттендіру бойынша төлем жүйесі енгізілген болатын. Бүгінде төлем электронды билеттендіру жүйесінің валидаторларын қосу бойынша жұмыстар аяқталып, Шымкент қаласының тұрғындарына карточкаларды тарату бойынша процесті жалғастыруда. Тұрғындардың тіркеу және сатып алу, пайдалану бойынша ақпараттық жұмыстар жүргізіліп, күніне 150-ден астам қоңырауға жауап беретін кол орталығы жұмыс жасауда. Төлем бойынша енді өздеріңіз білесіздер, 15 қазаннан бастап іске қостық қой. 15 қазаннан бастап іске қостық, бірақ ол жердегі ең басты электрондық төлем жүйесін енгізудегі мақсаты бұл қоғамдық көліктің жүруін реттеу. Осы электрондық төлем арқылы біздің тасымалдаушылардың табысын айқындау. Өйткені ол өзіңіз білесіз, бітпейтін пікірталас. Біз билік ретінде тасымалдаушыларға талаптар қоямыз, автобустарды жаңарту керек, дұрыс жүру керек деген сияқты. Олар керісінше айтады, біздің табысымыз аз, табысымыз оған жетпейді дейді. Оны айқындайтын, солардың табысын айқындайтын тек қана электрондық билет жүйесін енгізу. Электрондық. Енді бұл халықаралық тәжірибе, оның үстінде Қазақстанда да білесіздер, Алматы қаласында 16 жылы енгізілді. Қазір біздің осы Қазақстанда 7 қалада электрондық билет
билеттендіру бар. Сол электрондық билеттендірудің осы үлкен қалаларда енгізу нәтижелері өте жақсы. Мынау кейбір жаңағы тасымалдаушылардың табысын осы электрондық билет арқылы 19 есе көтерілген деректер бар. Салық төлеу жаңағы қазынаға 4 есеге дейін асқандығын, өйткені ол электрондық жүйеде көрсетілген түсімден автоматты түрде салық өзі есептеліп отырады. Салықтан ешқандай жалтарламайды. Ең бастысы біз осы мынау электрондық төлем, біздің жүйенің аты төлем деп аталады. Төлемнің арқасында біріншіден соны айқындаймыз, екіншіден біздің мынау пассажирлардың жаңағы жүрушілердің пассажир потогын қай жаңағы бағыттарда көбірек пассажирлар жүреді деген сияқты. Бұл біздің жүйені реттеуге де өзінің көмегін тигізеді. Енді қазіргі біздің бірінші нәтижелеріміз, мен ойлаймын, жаман емес деп, біздің жобамыз бойынша бір 180 мың, 200 мыңға жуық егер картаны біз үлестірсек, онда толық қоғамдық көлікпен қолданатын адамдарды толық қамтамасыз етті деп есептеуімізге болады. Бүгінгі таңда біздің нәтижеміз 140 мың адам қазір төлем карточкасын алды. Бүгінгі таңда жалпы қалада 220 мың мектеп оқушысы, 80 мың студент, 14 мың жеңілдік берілген тұрғын бар.